құрметті оқушылар, кітабымызды қояйық. Мұғалімді мұқият тыңдайық, балалар. Сіздер білесіңдер, біздің мектебімізде поэзия сағаты өтіп жатыр. Бүгін сендермен осы поэзия әлеміне қадам басу үшін өздеріңді осы кітапханаға алып келдім. Енді балалар, бізде білесіңдер, поэзия және проза екі ұғымда кездеседі әдебиетте. Бізде поэзия дегеніміз ол грек тілінен алғанда жасаймын, тудырамын деген сөзден шыққан, яғни өлең түрінде берілген әдеби туынды. Поэзия мен прозаның өзінің бір айырмашылықтары бар. Поэзияда әсерлілік бар, көңіл күйі бар, ал прозада бейнелеу сөздер жиі кездеседі. Проза үлгіде жазыңдар деп жатыр ғой кейде тапсырма бергенде. Поэзия үлгісінде жазыңдар, өлең үлгісінде жазыңдар деп айтып жатыр. Осы ретте өздеріңнің осы уақытқа дейін оқыған өлеңдерің, мәнерлеп жатқа айтқан туындыларың бар екен, соны оқып берсеңдер. Сонымен қатар біз енді үш тұғырлы тіл саясатын қолдайтын жаңағы мұғалімбіз, шәкірттерміз. Сондықтан да кейбір оқушыларында араларында орыс тілінен, ағылшын тілінен өлеңдерің бар екен жатқа айтатын, соларды айтып берсеңдер. Ал Мерей, сен өзің. Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым мен. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тіліммен түңілмедім. Утром рано и в окошко поглядел, застучало сердце рьяно, от восторга обомлел. За окном, как на картинке, хлопья снежные кружат, и сугробы вдоль тропинки серебром своим блестят. Жақсы, жарайды, тыңдап отырмыз. Winter is a season of cold and snow, when everything seems to lose its glow. But there is beauty in the frosty air, when everything seems to lose its glow. Winter is a season of rest and sleep, when nature seems to bury it deep. But there is hope in the rising sun, and joy in the new year to come. Жақсы балалар, біраз кішкене мәнерлеп айтуымыз керек. Мәнер не екенін білесіздер ғой сендер? Дауыс ырғағы деген, дикция, соның барлығы дұрыс қойылған болу керек. Соған мән береміз. Александр Сергеевич Пушкин возник. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленную неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мной задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет, давай улетим. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Өте жақсы. Бұл жерде сендер тек қазақ тілінде ғана емес, сонымен қатар ағылшын және орыс тілінде де үздік жауһарларын оқып жатсыздар, авторлардың. Енді келесі жолда мәнерге басты назар аударамыз деген ойдамыз. Келістік па? Рахмет сіздерге.